2026 жылдың 15 наурызында елімізде республикалық референдум өтеді. Бұл маңызды саяси шарада әр азамат Қазақстан Республикасының жаңа конституциясын қолдайсыз ба деген сұраққа өз таңдауын жасайды. 15 наурызда өтетін референдум жайлы естуіңіз бар ма? Иә, естуім бар. Иә, естідік. Әрине естідім. Иә, әрине қатысамыз. Иә, естідім. Референдум не үшін өткізіледі, қалай түсінесіз? Жалпы референдум деген сөздің өзі халықтың пікірімен санасу. Қарапайым халық өз пікірін білдіріп ала алатын заман болды ғой. Конституция бұл әділетті қоғам құруға бағытталған. Әсіресе азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын күшеюі өте маңызды. Ата заңымыздың болашағы зор деп ойлаймын. Заңның өзгеруінен көп үміт күтудемін. Жақсы жаңалықтар болады деп сенемін. Қабылданса жақшаны өзгереді деп үміттенеміз. Референдумға келіңіздер, қатысыңыздар, қатысып көріңіздер. Таңдауларыңызды жасаңыздар. Міне құрметті ағайын, тұрғындардың ой пікірлері осындай. Референдум әрбір азаматқа берілген мүмкіндік. Ел болашағына бейжай қарамай, белсенділік танытып, 15 наурыз күні өз таңдауыңызды жасауға шақырамыз. Өйткені әрбір дауыс еліміздің ертеңі үшін маңызды.